Сәлем достар, бүгін сіздермен аспириннің пайдасы туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Аспириннің пайдасы. Көпшіліктің аспиринді тек ауруды жеңілдету үшін ғана қолданбайтынын біліп пе едіңіз? Бұл дәрі сіз білмейтін түрлі қасиетке ие. Беттегі саңылауларды кішірейтеді. Ол үшін мына масканы жасап көріңіз. Аспириннің 7 таблеткасы, 3 ас қасық табиғи йогурт не қаймақ, 1 қасық бал. Масканы таза терге жағып 3-5 минут көлемінде ұстаңыз. Мұнан соң сумен жуып тастаңыз. Безеулермен күресуге көмектеседі. Қабынуға қарсы қасиетінің арқасында аспирин теріні тыныштандырып, безеуді кішірейтеді. Ол үшін аспириннің 2-3 таблеткасын ұнтақтап, 3-4 тамшы сумен араластырамыз. Қосындыны безеуге жағып, 1 минут шамасында ұстаңыз. Артынша жуып тастаңыз. Бұл таблеткалар тіпті табан терісін жұмсарта алады. Себебі қышқыл қабыршақтанған теріні тамаша кетіреді. 7 таблетка аспиринді ұнтақтап, 1 ас қасық лимон шырынымен араластырыңыз. Қоспаны табаныңызға жағып, 10 минутқа жылыда ұстаңыз. Одан кейін жақсылап жуып тастаңыз. Сонымен қатар, аспирин маса шаққанда пайда болатын ісіну мен қышынуды басады. Қабыршақсыз аспирин таблеткасын сумен араластырып, шаққан жерге жағып бірнеше минутқа қалдырыңыз. Аспирин шашыңызға да пайдасын тигізеді. Ол шашыңызды тегіс әрі жарқыраған етеді. Оған қоса бояғаннан кейін түсін сақтауға көмектеседі. Bir шыны жылы суда аспиринді ерітіңіз. Шашыңызды жуған соң дайындалған масканы жағыңыз. 15 минутқа қалдырып, жуып тастаңыз. Кесілген гүлдердің өмірін ұзартады. Гүл сауыттағы суға аспириннің 1 таблеткасын қоссаңыз, гүл шоғы ұзақ шайқалып тұрады. Бұл әдіс әсіресе раушан гүлі үшін тиімді.